Ассаляму алейкум. Мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте керемет рецептпен Наполеон тортын дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріп, міндетті түрде жасап көріңіз. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін бізге қатып тұрған сары май керек. Сары майды ұнға аунатып, үлкен шишесі бар үккіштен өткіземіз. Әр өткізген сайын ұнға аунатамыз, сонда сары майымыз тез еріп кетпейді. Жақсылап қолымызбен осылай ысқылаймыз, үгітеміз. Сұйықтығымызды дайындаймыз. Бір ыдысқа жұмыртқа, салқын су, 6% алмалы сірке суын және тұз салып, жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Бұл сұйықтық бізде артылып қалуы мүмкін. Аз-аздан қоса отыра қамырымызды илейміз. Консистенциясына қараймыз. Мінекей осылай сұйықтықты алып қалдық. Қамырымызды осылайша илейміз. Негізі үстелдің үстінде илеген өте ыңғайлы. Кәдімгі еттің қамырында илемейміз, осылай жан жағынан ортаға қарай жинаймыз. Қолдың жылуымен сары майымыз еріп кетуі мүмкін, сондықтан осылайша жұмыс жасаймыз. Жан жағынан алып, ортасына қарай жинаймыз. Солай 4 бұрышты етіп аламыз. Содан соң пищевая пленкаға қойып, ораймыз. Ораған күйі 5-6 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Енді кремін дайындаймыз. Жүгері крахмалын қантқа қосып, жақсылап тұрып, венчикпен араластырамыз. Содан соң жұмыртқаға қосып, біркелкі болғанша араластырамыз. Сүтті отқа қойып, қатты ысытып аламыз, бірақ қайнатпаймыз. Шетінен қоса отыра, венчикпен араластырамыз. Бір қостық, енді екінші қайтара қосамыз. Венчикпен міндетті түрде араластырып тұрамыз. Содан соң осы массамызды сүтке қайтадан құямыз. Венчикпен араластырамыз. Содан соң отқа қоямыз. Орташа отта үзбей араластыра отыра, қойыланғанша күтеміз. Креміміз қойыланды, бірден оттан аламыз. Тез суы үшін осындай тайпақ ыдысқа құямыз. Бетін пищевая пленкамен жабамыз. Осылай кремге жабыстырып тұрып жабыңыздар, сонда кремнің беті кеуіп кетпейді. Толықтай суытамыз. Содан соң 1 сағат тоңазытқышқа қойып аламыз. Міне қамырымыз қатты. Енді осыны 3-ке бөлеміз осылай. Содан соң әрқайсысын тағы да 3-ке бөлеміз. Яғни 9-10 корж шығаруымыз керек. Біреуін алып қалып, қалған целлофанға салып, тоңазытқышқа қойып қоямыз. Пергамент қағазына ұн сеуіп, қамырымызды ұнның көмегімен жаямыз. Жайған кезде, міне осылай пергамент қағазын айналдырып тұрып жайсаңыздар ыңғайлы болады. Жұқалап жайған соң, кольцомен немесе тарелкемен 20 диаметр етіп, коржымызды шикідей осылай кесіп аламыз. Содан соң шанышқымен шаншимыз. 170 градуста қызып тұрған пеште қызарғанша пісіреміз. Менде смек пеші, конвекциямен 4-еуін бірақ пісіріп алдым. Мінекей корждарымыз дайын. Менде 10 корж шықты.
Егер де төменірек торт жасағыларыңыз келсе, онда 22 диаметрде 8 кор жасасаңыздар болады. Қалған шетіндегі тілімдерді осылай бір ыдысқа саламыз. Мінекей креміміз салқындады. Енді 35-38% табиғи кілегейімізді соға отыра, заварной кремді осылай шетінен қосамыз. 1-2 ас қасықтан қоса отыра, қоюланғанша миксермен араластырамыз. Бізде крем дипломат шығады. Крем пломбир деп те айтса болады. Дәмі балмұздаққа ұқсайды. Міне коржымызды осы қойып, 2 ас қасық салып жағамыз. Осылайша тортымызды жинаймыз. Крем жаққаннан кейін екінші коржын қойған кезде кішкене үстінен басыңқыраймыз. Осылайша тортымызды жинаймыз. Ең соңғы коржымызды аударып қоямыз. Тегіс жағы үстіне қарау керек. Үстінен басыңқыраймыз. Содан соң қалған кремді жан жағына үстіне жағамыз. Бір сағатқа тоңазытқышқа қойып аламыз. Шетіндегі тілімдерді осылай үгітеміз. Қатты ұсақ қылып үгітіп тастамаңыздар. Онда әдемі болып көрінбей қалады. Мінекей осындай қылып үгітіңіздер. Тортымызды тоңазытқыштан алып, шетіне және үстіне осы крошканы себеміз. Не біздің тортымыз дайын. Енді тоңазытқышқа 15 минутқа қойып аламыз. Осымен біздің өте дәмді тортымыз дайын. Ең керемет рецепт. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге 100% ұнайды деген сенімдемін. Сіздермен болған Балжан Канафина. Лүпіл басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.